Балалар, номер 40-та 11-ші есепті шығарайық. Біріншісінде қараңыздар, тең бірінші бөлімінде 2 жақша затынан шығады. 2m плюс 8-ден 2 шыққан кезде 4 шығады. Алымында m жақша затынан шығады, яғни x квадрат минус y квадрат береді. Көбейтілген келесі бөлшекте 3 жақша затынан шығады, m плюс 12-ден 3 шыққан кезде 4 шығады. Одан кейін бөлімінде m жақшаның сыртына шығады, y плюс x, y плюс x болады. Одан кейін бөлімдіні көбейтуге айналдырамыз. Яғни x минус y-тің бөлімінде бар деп ойласақ, бір алымына шығады, бөлімі x минус y болады. Енді қысқартамыз. m плюс 4 пен m плюс 4 қысқарады, m мен m қысқарады. Енді қараңыздар, y плюс x пен x минус y-тің көбейтіндісі x квадрат минус y квадрат береді, яғни бұлар қысқарады. Сонда тең бізде бөлімі алымында 3 қалады, бөлімінде 2 қалады. Ол дегеніміз 1,5 береді екен. Балалар, екіншісінде қараңыздар, бірінші бөлшекте a квадрат минус 1, a минус 1 және a плюс 1-дің жіктелуіне келеді. Келесі a куб плюс 1, яғни бұл a куб плюс v кубқа жіктеледі. Яғни a плюс 1 екеуінің қосындысы және екінші жақшада біріншісінің квадраты, азайтылған екеуінің көбейтіндісі a, қосылған екіншісінің квадраты 1-дің квадраты. Яғни a куб плюс 1-дің жіктелуі осылай болады екен. Көбейтілген екінші бөлшекте a квадрат минус a плюс 1 жазып қоямыз. Бөлімінде a квадрат плюс 2a плюс 1, яғни бұл a плюс 1-дің квадратын береді екен. Одан кейін көбейтілген a плюс 1-ді жазып қоямыз. Енді балалар қараңыздар, қысқаратыннан қысқартамыз. a минус 1, a плюс 1 мен a плюс 1-дің квадраты кетеді, және тағы да a плюс 1 мен a плюс 1-дің өзі кетеді. Одан кейін a квадрат минус a плюс 1 мен на екеуі кетеді. Сонда бізде не қалады? Алымында a минус 1 қалады, бөлімінде a плюс 1 қалады екен. Түсіндік па? Келесі, олар үшіншісінде тең қараңыздар, бірінші бөлшекте ax плюс y-тің a жақшаның сыртына шығады, сонда x плюс a шығып кеткен кезде y қалады. Келесі x квадрат минус 2x плюс y квадрат деген бұл x минус y-тің квадратын береді. Көбейтілген екінші бөлшекте x квадрат минус xy x жақшаның сыртына шығады. Одан кейін x квадраттан 1 шыққан кезде x-тің өзі қалады. Азайтылған x шығып кеткен кезде y қалады. Бөлімінде 7 жақша сыртына шығады, x плюс y қалады. Одан кейін бөлуді көбейтуге айналдырамыз. Көбейтілген ax-тің бөлімінде 1 бар деп ойлаймыз. Ол алымына шығады да бөліміне ax шығады. Тең қысқаратындарын қараймыз. Қараңыздар, x плюс y пен x плюс y қысқарады. a мен a қысқарады, x пен x қысқарады. Одан кейін x минус y пен мына x минус y-тің біреуі қысқарады. Яғни x минус y-тің өзі қалады. Тең алымында барлығын көбейтіндісі 1-ге тең, бір орындарына 1 қалып тұр. Бөлімінде 7 және x минус y-тің көбейтіндісі қалып тұр. Түсіндік па? Балалар, төртіншісінде қараңыздар. Бірінші v куб минус 8, v куб минус 2-нің кубы болып жіктеледі. Яғни бұл бірінші екеуінің айырмасы v минус 2 болады. Одан кейін біріншісінің квадраты v квадрат плюс екеуінің көбейтіндісі 2v плюс екіншісінің квадраты 2-нің квадраты 4-ге тең. Осылай жіктеледі. Одан кейін v квадрат минус 9 жіктеледі. Бұл v квадрат минус 3-тің квадраты v минус 3 және v плюс 3 болып жіктеледі. Көбейтілген екінші бөлшекті жазып қоямыз. v плюс 3 және бөлімде v квадрат плюс 2v плюс 4. Енді қысқаратындарын қараймыз. v плюс 3 пен v плюс 3 қысқарады. v квадрат плюс 2v плюс 4 пен v квадрат 2v плюс 4 қысқарады. Сонда не қалады бізде? Алымында v минус 2 бөлімінде v минус 3-тің бөлінісі қалады екен. Балалар, бесіншісінде тең қараңыздар, бірінші бөлшекте бөлімін жазып қоямыз. x плюс y болады. Бөлшектің алымында x куб минус y куб. Яғни бізде қысқаша көбейту формуласы бірінші a куб минус v кубпен жіктейміз. Бірінші екеуінің айырмасы, бірінші жақшада, екінші жақшада біріншісінің квадраты плюс екеуінің көбейтіндісі плюс екіншісінің квадраты. Одан кейін көбейтілген x квадрат минус y квадрат қысқаша көбейту формуласымен x минус y-тің және x плюс y-тің көбейтіндісіне тең.
бөлімін жазып қоямыз. X квадрат плюс XY плюс Y квадрат жазып қоямыз. Одан кейін бөлімдіні көбейтінді түрінде жазамыз. Яғни бөлімде 1 бар деп ойлаймыз. 1 алдына шығады да бөліміне X минус Y түседі. Енді қысқартамыз. X плюс Y пен X плюс Y қысқарады. X минус Y пен X минус Y қысқарады. Ал енді X квадрат плюс Y плюс Y квадрат пен қысқарады. Сонда не қалды бізде? Бөлімінде 1 қалды. Ол жазылмайды. Ал мында X минус Y қалады екен. Балалар 6-сында қараңыздар, бірінші бөлшекте с квадрат плюс 6с плюс 9 бұл с плюс 3-тің квадратын береді. Ал с куб плюс 3-тің кубы. Яғни бұны жүктейміз. с плюс 3 екеуінің қосындысында бірінші ақшада, одан кейін біріншісінің квадраты минус екеуінің көбейтіндісі плюс екіншісінің квадраты 3-тің квадраты бізде 9-ға тең. Көбейтілген екінші бөлшекте бөлімде 3 ақшаның сыртына шығады, 3 болады. С плюс 9-дан шығып кеткен кезде 3 болады. С квадрат минус 3-сі, с квадрат минус 3-сі плюс 9-ды жазып қоямыз. Көбейтілген бөлімдіні көбейтуге айналдырамыз. Алымына 1 шығады, бөлімде с минус 3 шығады. Енді қараңыздар. Қысқаратындарын қысқартамыз. Міне с квадрат минус 3-сі бөлім плюс 9 бен екеуі кетеді. С плюс 3 пен с плюс 3-тің квадраты қысқарады. Одан с плюс 3 пен с плюс 3-тің өзі қысқарады. Сонда алымында 1 қалады. Бөлімінде 3 көбейтілген с минус 3 қалады екен. Түсіндік па? Осымен номері 40-та 11-ші есеп шықты.